Көкжолдар мекені тұзақ. Түркия даласындағы біз сөз ететін осынау адамдар мен ұйымдар ойдан шығарылған. Өмірімді өзіңе тапсырдым, Жанболат. Қане Тұнжай, тұтқаңды көтерсеңші. Алло. Тап қазір шара қолданым. Мен де барайын ба? Жақсы мырза. Тікұшақ шыға салысымен сізге хабардайым. Әрине дәрігерді сол тікұшақпен жібереміз. Аяғасының төтенше жағдай боп қалды. Мен көмектесе алам ба? Жедел жәрдем қызметін көрсететін тікұшақ керек боп тұр. Достарымыздың бірі жараланып қалды. Шұғыл түрде шешем. Көснөбей, операция жасайтын жер мәселесін тезірек шешіңіз. Тұнжайбек, тікұшақ қай жаққа бағыт алу керек? Жанболат. Сөйлеме аға. Өзіңді шаршатып боласың. Жедел жәрдем жолда келеді. Қазір жетіп қалар. Ауруханаға бірге ұшамыз. Мені кешір, Жанболат. Аға, ештеңе деме, үндеме. Мен көп адамның қанын жүктедім. Сені таныған соң істеген ісіме өкіндім. Бірақ өкінгеннен не пайда? Аға? Әрен! Аға! Қайда болдың? Басеке, мен... Оның кінәсі жоқ. Оны мен азық түлікке жібергем, Жанболат. Телефондарың неге байланыс аясынан тыс болды? Сендерге хабарласа алмай қойдым. Басеке, бұл жерде байланыс ұстамаушы еді ғой. Онда менікі қалай ұстап тұр, Әрен? Әрен, телефонды алды, Хикметке хабарлас. Ешкімнің назарын аудармай, ауруханада сақтық шараларын жасасын. Ешкімге бұл жайлы тіс жармасын. Жарайды, Басеке. Қай жерінен жараланғанын білсек, арнайы мамандандырылған дәрігерлерді жіберер едік, Тұнжайбей. Мәселені шешуге атсалысқаныңыз үшін рахмет, Асу ханым. Әрі қарай өзіміз бірдеңе қылармыз. Аға, көзіңді жұмба. Біраз шыдашы. Тыңдаш, қаншама жыл шыдап келдің ғой. Мыңына шыдағанда, біріне шыдамайсың ба? Мен шаршадым, Жанболат. Мен де, аға. Бірақ... Сен мені тастамауың керек. Осы күннен бастап, мен саған мойныңа масыл, арқаңа жүк боламын. Жанболат. Аға.
Осының бәрі менің кесірімнен болды. Аға, ол өзін кініріп жанын жейді. Бұлай қалдырма. Аллах сендерге ұзақ өмірді нәсіп етсін. Аға? 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 Polat Alemdar қайда? Ол келет, комиссар. Бастық келем десе келет. Abimiz geleceğim dediyse gelir. Ол келгенше біз бөлімшеге бара береміз. Барайық. Біз сендерден қашып кетпейміз, комиссар мырза. Сендерге өзіміз келдік емес пе? Gidelim. Жүріңдер. Қайда жүрсің, Ерхан? Неге ашу шақырасың, Абдулбей? Біраз жасқа келген адамның жарты жыл сайын медициналық тексеруден өтіп тұрған абзал. Бізде осындай мүмкіндік бар ма? Осы жерге келген екеміз қан құрамын, қандағы қант мөлшерін және зәр құрамын тексертіп алайын дедім. Сөйтсем, бауырымды май басқан екен. Не деп мәңгілеп тұрсың? Аға, мен бас екен келгенше уақытты қысқартып отырмын ғой. Біз жүйке жүйесіне салмақ түсіретін жұмыстамыз емес пе? Бастық кеңірек келет. Менің қорғаушым сараптама қорытындысын өз алып кетеді. Жүрек соғысы төмен. Көп қан жоғалтқан. Аға, мүмкін Түнжайбеге тағы хабарласып көрерміз. Тегушақ. Аға. Рызаның жайы не болды? Жаһаннамға аттандырдым. Егер осы іске қатысымыз бар екен анықталып қалса, онда саған жауап беруге тура келеді. Сен менің ісіме киліккенше сауда жөнінде кикілжіңдеріңді шешіп ал. Оларды саудаға қатыстырып шатасқан сенсің. Кешке барғанда өзің келіспедің бе? Ақылға келіңдер деп неге айтпадың? Айтпесе жарық дүниеде жер басып жүре алмай қаласыңдар демедің бе? Егер сенің адамың бәрін жайып салмағанда айтар едім. Ол адам қателік үшін жазаланды. Енді Полатпен келісуге қалай баратыныңды көріп алдым. Мен оның адамын өлтіргеннен кейін сен үлкен қателік жасадың. Қателікті жасаған адамды біреу сатып жібермесі ешқандай қиындық болмайды. Әрен, сен осында қалып, Ырза Дереліне бір жерге көме сал. Содан кейін көлікке мін. Қайда бару керек екен өзім айтам. Түсінікті ме, Әрен? Мен де сіздермен барсам қайтеді. Әрен, айтқаныңыз болсын, Басеке.
Науқастың халы мүшкіл. Көп қан жоғалтқан. Ашығын айтар болсақ, қатарға қосылу мүмкіндігі аз. Ол мүмкіндік осы тек ұшақтың құлап кету мүмкіндігінен әлдеқайда көп. Ол өлмейді. Қайдасыз, Үйгар бей? Басқармадасыз ба? Полат Алемдармен сөйлесе алам ба? Кетіп қалғаны қалай? Қайда кетті? Үйгар бей, қолыңыз босай салысымен маған бәрін айтып беріңіз. Қандай іске тап болдым өзі? Тезірек, тездетіңдер. Операция бөлімі дайын ба? Дайын. Дәрігерлер сақадай сай. Болды, операция бөліміне апарамыз, тезірек. Тезірек. Қане. İçinde keklik öter, eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim, uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Мұны істеген кім? Тұнжай. Сен осында қаласың. Халода өлмейді. Жараланған адамның хало екенін ешкім сезбеуі керек. Хало қанының әр тамшысы үшін оларды өз қанына батырам, тұншықтырам. Шетелдік серіктестеріміз Түркияның осы дағдарысқа ену мәселесіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Олар алаңдайтын дәнеңе жоқ. Қалай алаңдамасын, әке? Сартқа және ішкі динамикалық көрсеткіштер Түркияда өзгерістердің болуы түрткі. Сондықтан Түркияда қандай да бір қақтығыстық жағдай туындауы ықтимал. Қаржы күштерінің балансын белгілі бір саяси орталықтар орнықтырып отырады. Және де әркім солардың ішінен өзіне жақын топтың билік басына келгенін қалайды. Онда біз неге экономикалық ұстанымдарды емес демократия принциптерін ұстанып жүрміз? Себебі Түркия аталмыш аймақтағы үлгі тұтарлық мемлекеті. Осындай демократия тұрақты дамыған мемлекеттің дағдарысқа түспеуін қалайтындар көп. Олар үшін Түркияның маңызы зор. Бізде сайлау еркін түрде өтеді. Сондай-ақ президент сайлауында да науқан қорытындысын шығарады. Сайлауда демократия мен лайцизм принциптерімен қоса екі ұстанымның басын біріктіре білгендер жеңіске жетеді. Сөйтіп, құдада тыныш, құдағида тыныш. Мемлекеттің де халықтың да талабы орындалады. Сондықтан осылай боп отыр. Өзің болашаққа сеніммен қарайды екенсің, әке.
Қазым мен дағдарысты теледидардағы жаңалықтарға қарап емес, әлемдегі экономикалық көрсеткіштерге қарап бағалайым. Дағдарыстың өзін қомпитып, тым әсірелеудің қажеті жоқ дегенді айтқым келіп тұр. Америкада президентті халық емес, федералды сот таңдады. Әке, сен мен оңаша сөйлесе алам ба? Жақсы. Ғафу етіңіз мырза, мен бара берейін. Мырза, анау айтқандай маңызды мәселем жоқ, бірақ қауіпсіздік шараларын күшейттім. Соны айтпақ едім сізге. Не болып қалды? Сауданың шот фактурасынан біраз нәрсені қиып тастадым. Сен менің емес, Фуат Тамердің қауіпсіздігін күшейт. Жақсы бас еке. Сені не мазалап жүр? Әке, Кемалға қатысты бір мәселе болып тұр. Күйеу баламыз тағы нені білдірді? Кемал менің көзіме шөп салып жүр. Олай емес, қызым. Әке, оның көзіме шөп салып жүргені анық білем. Егер кімдегім мені не менің отбасы мүшелерімнің бірін алдап жүрген болса, мен ол жайлы білер едім. Осымен бұл әңгімені доғарайық. Абдулхи, көпірден ерінбегеннің бәрі өте береді. Бізден прокуратурада да, полицияда да жауап ала беретін болса, бұл қызметімізден не пайда? Түсінбедім. Ерхан, сен қызметіңнің куәлігін көріп бедің? Жоқ. Онда неге сұрап отырсың? Қайдан білейін? Сен мемлекетке жұмыс істейсің емес пе? Ерхан, бір нәрсені есіңе сақта. Біздің топ мемлекет пен халықты пайдаланбайды, оларға қызмет етеді. Базаға келген жоқ па? Ағадан хабар жоқ өл. Аға келе жатыр. Ағаға оқ атылған. Оны істеген кім? Ялчын Бұлыт. Мені жайма қалдырды. Енже мен Кемалды күзет. Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз еттім, Фуат бей. Не, Фуат бей? Не болып жатыр өзі? Бұл не еткен қамқорлық? Алаңдап жатқам жоқ, бірақ сенімді болу үшін күзеттен қайтқанымыз дұрыс. Айналаны ол адамды атқан сен емес пе? Оның бізге не қатысы бар? Мен кімге қызмет етіп жүрмін, Фуат бей? Олар біздің бірімізді қаланың ортасында атып салатындай ақмақ емес шығар. Қаланың қақ ортасында мұрныңды бұзған солар емес пе?
көңіліңді не алаңдатып жүргенін айтқың келмей ме? Осы істерге бұл ақыласып жүрмін. Аху, олардың ешқандай мүмкіндік бермейтіні түсінікті емес пе? Әлі белгісіз ғой. Сені түсінем. Полат Алемдар сымбатты, күшті. Оның саған ұнайтыны түсінікті ғой. Дегенмен адамға сенген мұрттай шат деген бар. Тұра тұр. Ол маған ұнайды дегенді қайдан шығардың? Ол саған ұнамай ма не? Жүліде, бірлесіп жұмыс істеуіміз немесе менің шешімдерім оған деген ойымды білдірмейді. Мен сендердің бір-біріңе деген жеке көзқарастарыңды сұрап тұрмын. Менің жеке өмірім сені қашаннан бері қызықтыра бастап еді. Мен ғана емес, осыны білуге бәрі құмартып жүр. Сен жассың, әлі тұрмыс құрмағансың. Сені көзіне басып жүрген біреудің бары анық. Бірақ мен үшін ең бастысы бақытты болғаның. Полат Алемдар саған жарамайды. Караджадағы Зафер Сосонлу әулетінің тақ мұрагері Қабыл Качкар да бойдақ жігіт. Татароғлы әулетінің өкілі Фуат Тамердің жақында әйелімен заң жүзінде ажырасатын да бәрі біліп отыр. Ол адамдардың менің өміреме қолдар жетпейді. Ал басқа сұлу жігіттердің ше? Егер бойларында адамгершілік қасиеттері болса, ұнап қалулары әбден мүмкін. Солай. Басеке, кімнің көзін құртамыз? Қасқырдан күшік кезінде құтылу керек. Фуатты аламыз. Ағаның қасында неге баруға болмайтынын айтшы, Абдулхи. Өзің ештеңе түсінбейді екенсің, Ерхан. Ол жасырынып жүр емес пе? Бірақ ішім жанып барады ғой. Әділетсіздікке қалай жол береміз? Ерхан, бастық өз бір амалын табар. Бәрімізге сабырға келіп еш жеу керек. Мырза, мына сымдарға электр қуаты жүргізілген. Оның үстіне әртүрлі сенсорлық аймақтардың арасынан өткен бөгде тұлғалар жайлы хабарлау қызметі де бар. Олар ғимараттың ішіне де сыртына да орнатылған. Адамдар сенімді ме? Иә. Олар көзге түсе бермесін. Фуат бейдің мазасы қашады. Бірақ ғимараттың іші сыртына ызыңдаған шыбынды өтпейтін болсын. Басқалар жайлы айтасың. Diğer evler ne durumda? Олардың қауіпсіздігі де өте жоғары деңгейде. Ешкімді мазлаудың қажет жоқ. Бірақ бәрі кез келген жағдайға сақадай сай болсын. Мемлекеттен көмек сұрайық па? Қатерлі қауіп төніп тұр ма? Әзірге қажет жоқ, өз күшімізбен қорғана береміз. Әрине, мырзам. Фуат үйі қалай қорғалғаны жайлы бәрін білгім келеді, Хусейн. Бүгін кешке оны қолға түсіруіміз керек. Онда сенімді қауіпсіздік жүйесі орнатылған. Электрлендірілген сымдардан бастап салмақты анықтайтын сенсорлық құрылғыларға дейін бәрі қарастырылған. Алынбайтын қамал жоқ. Бұл уақыт алады ғой. Уақыт деген жеткілікті емес пе? Кешке дейін деп айттым ғой. Басеке, оны қолға түсіріп қайтеміз. Бірден жанын жаһаннамға аттандыра салмаймыз ба? Фуат Тамер Татароғлының үйіне кіру оңай емес. Кірсең шыға алмайсың, шықпасаң да өлтіре алмайсың. Егер оны өлтіретін болсаң, Токиода жер басып жүре алмайсың. Ол қиындыққа соғуы мүмкін. Абдулхей, маған мемлекет қисына тұрғысынан түсіндірмей ақ қой. Бұл елде президент өлтірген адам да бостандықта сайраңдап жүре береді. Біз қалдырмай үйге кіріп оны ұрлап шығуымыз керек. Басқа амал жасау қиын болар. Полиция мен қауіпсіздік қызметкерлері мылтық дыбысын ести сала жетіп келеді. Біздің бұл ойымыздан түк те шықпайды деген сөз. Мырзалар ана жақта халуаға өліммен арпалысып жатыр емес пе? Кешкі сағат 9-ға дейін үйге кірудің амалын ойластырыңдар. Кіре алсаңдар кірдіңдер. Болмаса бұл іспен өзім айналсам. Бақ ішінде хабарлау дабылын ойнатып жіберетін ит мысық дегендер жүрмей ме екен? Ерхан, салмақ детекторы салмақ мөлшеріне байланысты ойнайды. Мысығыңның салмағы қанша болады дейсің?
Электр қуатын сыртынан кесіп тассақ қалай болады? Бір айырғышты сен шығарсақ жеткілікті емес пе? Оларда қуат тек бар ғой аға. Жарайды. Ал егер осы топ ішке кіріп ол адамды төбесіне көтеріп алып шықсаш, қар көрейтіндей қылып айттың ғой аға сен. Жарайды Абдулгей, оталмай-ақ қой. Verme belime ne kadar. Көрерміз. Ерхан, мына сымдарда электр қуаты жоқ. Міне, көрдің бе? Отынға ештеңе болған жоқ, қарапайым жұртты осылай алдайды. Дұрыс айтасың, Невзат. Сен секілді кеспелтектерді тоғырмайды. Я, мына сымдарды ұстап тұршы. Күйіңнің қандай болатынын көрейік. Fuat дейім. Әлі қанша ойнайтын ойың бар? Daha ne kadar oynayacaksın ya? Аулақ кетіңдерші. Аяқтаған соң өзім келем. Ben bitirince gelirim. Ал, Тамер, осы шаруаны тындырыңдар. Мінеки, жүйені істен шығардым. Ой, Алланың қаһарына ұшырағыр не болып қалды? Міне. Не болып кетті мынаған? Ne oluyor buna be? Sistemi boz. Егер ол бір жерге телефон соқса, біз жауап береміз. Ал сендер теледидар жөндейтін мамандар кейіпмен ішке кіріп кетесіңдер. Gireceksiniz içeri. Tamam. Жарайды, Тамер, біз дайымыз. Сенің бұйрығыңды күтіп отырмыз. Bekliyoruz. Ол қоңырау шалады деп ойлайсың ба? Arar mı diyorsun? Мынаған не болды? Рекорд жаңартуға аз-ақ қалып еді. Алло, тыңдап тұрмын, мырза. Дұрыс айтасыз. Efendim. Уақытша келеңсіздіктер үшін кешірім сұраймыз. Мекен жайыңызды айтып жібересіз бе? Мырза, сол ауданда жүрген мамандарымыз бар. Сізге тездетіп жөнелтейін. Hemen yolluyor. İyi bari. Жарайды.
жүресің бе? Қазір. Bekle. Қазір. Тыңдап тұрмын, неге келдіңдер? Біз теледидар жөндеуге келдік. Televizyon. Теледидар жөндеуге келіпті. Plakayı söylüyorum. Тоқтай тұрыңыздар. 34 Көлік нөмірін айтайын. 34 EG 1544. Сіздерді тінтуіміз керек. Көліктен түсе аласыздар ма? Қош келдіңіздер. Теледидар мына жақта. Жүйенің жалпы тоғыстырылған жері бар ма? Иә, мырза. Сол жерді көруіміз керек. Әрине, мырза. Жүріңіздер. Өтінем. Мына жерде, мінекей. Неге бұлай болды екен? Жүйе кейде ауытқып тұрады. Қазір бәрін жөндейміз.
Мінекей, жөнделді. Тағы да бірдеңен жөндеп берейік пе? Жоқ, рахмет. Yok. Рахмет. Рахмет. Hadi. Buyurun. Өтінем. Болды-ау әйтеуір. Ештеңе өзгерген жоқ. Сауда болмайтын болды. Дауд бей, әулеттер арасындағы келісім сол шарттар бойынша жалғаса бергенін қалайды. Құдай үшін осында әңгімелерді қойыңдаршы. Олар жаңа ереже ойлап тапты. Қайдағы шарт, қайдағы жалғастырған. Шаруамен айналысқанымызға біраз уақыт болды. Бұл жұмысымызда кездескен қиындықтардың алғашқысы да, соңғысы да емес. Біз бәрі берген уәделерін берік ұстанған қалаймыз. Біздің ережеміз сол ғана. Менің бастығым сөзінде тұрды. Ол кесілген бағада ойыннан шықты. Бірақ сендер сөздеріңде тұрған жоқсыңдар. Соны мен не айтпақсың? Қашғарылардың сауданы ұтпақ ойлары бар ма? Осы сәттен бастап бәрінің құқы тең. Егер сендер әлгі адамдарға жеңістік беріп қоймағанда, әлдегімдермен ауыз жаласпағанда, егер осы сауданы ұта алмасақ, онда барлық әулеттерге бірдей ереже жазылады. Бірдей ереже. Болут дұрыс айтады. Полот әлемдар біздің де жауымыз. Осы іске қатысты сендердің әрекеттеріңді білгім келіп тұр. Дұшпанымыз ортақ екен, түбінде ауыз бірлікке келгеніміз жөн. Бірге болу керек. Бүгін оған ойынның жаңа ережесі шығарылды. Сен ол жағын уайымдама. Менің сөзіме құлақ асыңдар, достар. Біз 4 әулетпіз. Келісеміз бе, жоқ па? Ынтымақтастық па, жауластық та 4 әулет болып қаламыз. Егер 5-ші әулет келіп қосылса, бұл жүйе бұзылады. Содан кейін бұл 4-тіктің одағын қалпына келтіру оңай бола қоймас. Қазір кім бұрынғы келісім бойынша жасалған шартқа сәйкес әрекет етуге келіседі екен, кім қарсы, соны айтыңдар деген ұсыныс жасағалы отырмын. Соған қарай досымыз бен дұшпанымыздың ақ қарасын айыра аламыз. Біз сауда шарты бұрынғы келісім бойынша қалғанын қалаймыз. Біз саудадан ұтып алу үшін қатысамыз. Хазар бей оғлы ондай қоқан лоқыдан қорқатын әулет емес Болут. Кәне. Ал енді менің бөлмеме бара беріңдер, қыздар.
Камераларға не болды? Көрініс бір жерде қатып қалды ғой. Инфрақызыл сәулемен ату деген осы. Aç есікті. Yürü. Жүр. Үйде із қалдырмаңдар, Абдолхи. Басеке қыздарды не істейміз? Ол жағын Ерханға бер. Бұл не сөйле, Ерхан? Алмұртты сабағынан үзу үшін қолданамыз. Жоғарыдағы алмұрттар сенің құзыретіңде, Ерхан. Ол мәуілжіген алмұрттарды жей алмасам, маған керегіне. Невзат, жүр бұлай. Қайда жүр өзі? Қалжыңдарынан шаршап кеттім. Фуат, есікті ашшы.
Fuat. Fuat deyman, esikni ach. Fuat. Alo. Qayırlı kеш. Mening atım Tunjay Kantarja. Men sizlerge Polat Alemdar atынан xabarlasып тұрмын. Sizді тыңдап тұрмын. Не мәселемен қоңырау шалдыңыз? Fuat Tamer Tatar oğlu. Бұл менің қателігім. Seni жалғыз қалдырмауым керек еді. Seni бұл іске араластырмауым керек еді. Барлық іс-әрекеттердің жауабы болу керек. Meni жалғыз қалдырушы болма. Tunjay Bey, Endi bizden kөлікке ауысып отыруыңыз керек, Ялчин Бей. Жігіттеріңізді осында қалдырыңыз. Қалдыңдар. Tunjay Bey, өте үлкен қателік жасадыңыздар. Үлкен қателіктің құны да үлкен болады. Evine girip alıkoyduğunuz adam... Сіздер Дауд Татароғлының мүлкіне қол сұқтыңыздар. Oğlu. Ялчин Бей, менің міндетім сізді белгіленген жерге жеткізу ғана. Sola dön. Солға бұр.
Сіздің киіміңізді тінтуіміз керек. Галстугыңызды шеше аласыз ба? Ұялы телефоныңызды беріңіз. Сен жаңбыр болсаң, мен бұлтпын. Екеуміз міндетті түрде кездесеміз болады, Алимдар. Енді көзіңізді байлауым керек. Байлай беріңіз, Тунжай бей. Байлаңыз. Бұларың не? Не істеп жатырсыңдар? Таспаға басып аламыз. Söyleyecek bir şey mi? Менің айтар ештеңем жоқ. Не жазбақсыңдар? Сізде болмаса, бізде болуы мүмкін. Bizim söyleyecek bir şeyimiz vardır. Шығайық. Basamak Байқаңыз, yavaş. Bu işi birlikte бұл ісін асырға шауып кетпей тұрғанда бірлесіп шешуіміз керек. Ортақ тіл табысалармыз деген ойдамын. Енді бәрі кеш. Yıldız, қалағандарын берші, осында отыра беруден. Шаршап кеттім. Жақсы, Фот бей, бұл мәселені шешеміз.
Полат бей. Осы сәттен бастап бұл жерде тек мен ғана сөйлеймін. Менімен келісуге келдіңіздер. Ұсыныстарыңызды қоқан-лоққы және бопсалаумен жалғастырдыңыздар. Оны да місе тұтпадыңыздар. Менің адамдарымның бірін атып, қарудан оқ жаудырдыңыздар. Қан төктіңіздер. Алдымен қан төккен сен, менің мұрнымды бұзғансың. Жаба аузыңда. Бұл таспаны сен Дауыт Татар оғлыға апарасың. Мұнан айта бар. Ол менің жанымды жаралады. Мен де оған дәл солай жауап қайтарам. Дауыт Татар оғлы ешқашан таяқ жеу дегеннің не екенін білмейді. Себебі ол бүгінгі күнге дейін менімен таныс болған жоқ. Мен Полат Алемдар. Әулетімнен төгілген әрбір тамшы қан үшін сендердің қандарыңды судай ағызам. Егер Халау өліп кетсе, адамдарыңның сүйегін жіберем. Халау өліммен арпалысып жатқан кезде, Фуат та өліп тірілумен болады.